Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарайтын бірінші есеп төбірасты x пен төбірасты y-тің қосындысы 8, 3 төбірасты x пен төбірасты y-тің айырмасы 12-ге тең. Бұл жерде қосу тәсілін қолдануға болады. 4 төбірасты x тең болады 20, төбірасты x тең болады 5, x тең болады 2 жағын квадраттап жүреміз, x 25-ге тең. Енді y-ті тауып алуымызға болады. Төбірасты y тең болады 8 азайту төбірасты x. Төбірасты y тең болады 8 азайту төбірасты 25-тен 5. Төбірасты y тең болады 3, ал y-іміз 9-ға тең. Сонда есептің жауабы 25-те 9. Екінші есеп f от x тең болады x минус азайту косинус 4x бөлу x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрі. Бірінші осы функцияны жақшаны ашып x-қа көйтіп шығайық. x азайту косинус 4x болады. Енді алғашқы функциясын табамын. x-тің алғашқы функциясы x квадрат бөлу 2. Азайту косинус 4x 4-тен 1 синус 4x қосу с. Неке? Осы берілген функцияның алғашқы функциясының жалпы түрі. Үшінші есеп өрнектің мәнін табыңыз. Осындай өрнек берілген. Енді осы өрнектің мәнін есептеп шығуымыз керек. Ол үшін алардың әрқайсының қалай жазылатынын көрсетейін. 1 азайту 2-ден 1, ол мынаны береді бізде. Қосу 2-ден 1-ден 3-тен 1 азайтсақ, алттан 1 шығады. Қосу 3-тен 1-ден 4-тен 1 алсаң, осы 12-ден 1 шығады. Тағы сол 4-тен 1 азайту 5-тен 1, қосу 5-тен 1 азайту 6-дан 1, қосу тағы сол сияқты, бәрін жазбай қойында. Плюс 8-ден 1 азайту 9-дан 1, қосу 9-дан 1 азайту 10-нан 1. Сонда минус 2-ден 1 мен 2-ден 1, минус 3-тен 1 мен 3-тен 1, олардың бәрі қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады 1 азайту 10-нан 1, ол бізде 10-нан 9-ды береді. Және бүгінге талдайтын соңғы есеп 5-ке еселік және минус 149-дан үлкен болатын барлық теріс сандардың қосындысын табуымыз керек. 5-ке еселік деген сөз ол 5-ке бөлінеді. Минус 149-дан үлкен. Минус 149-дан үлкен сан ол минус 145-тен басталады. Барлық үлкен болатын барлық теріс сандардың қосындысы. Яғни А1 бізде минус 145-тен басталса, АН тең болады минус 5. Д бұл жерде 5-ке тең. Барлығын қосындысын табуымыз керек, СН-ді табу керек. Енді АН-ның неше екенін тауып алуымыз керек. Яғни нешінші мүшесі, барлық неше мүшесі бар екені. Минус 5 тең болады минус 145 қосу n минус 1 көбейту 5. 140 тең болады 5n минус 5, 5n тең болады 145. n тең болады 29. 29 мүшесі бар екен, олай болса S29-ды табам. S29 тең болады А1-ге АН-ді қосам. Минус 145 минус 5 бөлу 2 көбейту 29. Минус 150 бөлу 2 көбейту 29. 150 декке бөлемін 75. Минус 75 көбейту 29. Минус 75-ті 29-ға көбейтейік. 5, 4 ойда. 63, 67, 0, 1 ойда. 14, 15. 2175 минус 2175. Барлық теріс сандардың қосындысы. 5-ке еселік болатын және минус 149-дан үлкен.